Аман есенсіздер ме, қымбатты қазақ елі, менің қымбатты көрермендерім, сіздермен көп болып жүздеспегелі. Бүгін орайы кеп тұр. Мен құйрықты осылай тұздап құйрық жеп тұрамыз, бірақ мен бірде-бір рет сіздерге көрсетпеппін. Сондықтан бүгін мен сіздерге көрсетіп істейінші деп тұрмын. Менде мына жерде 750 грамм құйрық бар екен. Аздаған тұз, дөңгелек қара бұрыш, набір жапырағы, осыларды салып, қазір 30-35 минуттай қайнатамын. Деп құйрықты салайын. Тұзды да көп салмаймын, себебі бәрібір бұған тұздаймыз ғой. Міне, набір жапырағы, осымен енді бір 35-40 минут, 35 минутта жетеді. Міне, қымбатты көрермендер, менің құйрық пісіп дайын болды, міне. Енді тұздауға, дайындауға көшеміз. Енді мен көп нәрсені араластыра бергенде енді әркімнің талғамы әрқалай ғой, сондықтан мен мысалы міне ащы қызыл бұрыш, мынау чеснок, сарымсақ қазақша. Енді сарымсаққа қызыл бұрышты араластырамын. Ащылауын жақсы көреміз, сондықтан енді әркімнің қалауы біледі. Қара бұрыш. Паприканы жақсы көрем. Паприка әрі шын қанық қып, тәбетті оятатындай болады әрине. Қымбатты көрермендер, міне, үлкен кісі болғаннан кейін мен тұзын ұмытып кеттім, кешірерсіңдер. Міне, қайтадан тұз салдым қазір. Тұз салып. Міне, қымбатты көрермендер, құйрықты дайындап қойдым. Енді бір күн немесе 2 күнде дайын болады. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.